жақсы амалды ұялтып істетудің екі жағдайы болуы мүмкін. Бірінші жағдайы, сен ұялмайсың ба сен? Неге мынандай жұмыс істемейсің деп ұялтып айтса, ол жақсы. Түсінікті ме жоқ? Мына нәрсені неге тастадың? Мынау жаман нәрсені неге істеп жатсың? Ұят емес пе саған мұсылманға? Деп ескертіп, ұяттылықты есіне салып, бұйырып қайтарып жатса, ол жақсы. Амма адамды ұялтып, мүлкін жеу, ол жақсы емес. Бағанағы бауырлардан болып тұрады ғой арада енді. Жақсы емес деп көп айтамыз yani. Осы рет сен қонақ қылсайшы, сен алып кірсейші, асханаға апар, анаға апар, мынаға апар. Сенің кезегің деген сияқты. Бір жомарттық қылсаң қылыпсың да дегендей. Бұрынғы ескі жағдайдан қалып кеткен кірлікті бұл жақсы емес. Түсінікті ме? Ол бейшара мәжбүр болуы мүмкін. Қалтасында Аллаху алам өзі 10 000 теңге бар ма? Балдарына, емделуіне неге сақтап жүр Аллаху алам ол ақшаны. Түсінікті ме жоқ па? Осындай орталықтан қашады ондай балалар. Себебі тапқан жинағанлар жеп қоя береді. Түсінікті ме жоқ па? Ол бейшарада қайда барады? Анау бір күн асханаға алып келеді, мынау бір күн асханаға алып келеді деп болды ұялады сосын. Не сол бар ақшасын соларға асханасына беру керек, немесе сол кругтан шығып кету керек. Сол бауырларын жалғызданып қалады сосын. Түсінікті ме жоқ па? Не үшін? Болмаған бір көктемге үшін шеттетіп қоясыңдар. Түсінікті ме жоқ па? Осындай жағдайларда адамдарды өйтіп ұялтырып тамағын жеу ол жақсы емес. Сол үшін кейбіреулер айтады, біреулер тартып алып жесе, біреулер ұрлап жесе, біреулер ұялтырып жейді дейді да. Мынау сол ұялтырып жеуге кіреді біреудің ақысы. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, момынның мүлкі тек қана өзінің ақ жүрекпен кең көңіліменен берген нәрсесі ғана адал болады.